Бауырдан дәл осылай бір жасағаннан-ақ формасын сақтап, езіліп, ажырап кетпейтін котлеттерді жасауды көрсетемін, ал сіздер каналға тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен сүт пен нанды аласыздар да сүтті нанның үстіне құясыздар. Сүттің температурасы маңызды емес, кішкене нан батып тұрса болғаны. Енді бізге бауыр қажет, және де ет тартқыш немесе блендер болады. Менде блендер болады. Енді ет тартқыштан өткізетін болсаңыздар, бауырды жақсылап осылай үлкен-үлкен турайсыздар. Ал менде блендер болғандықтан кішкене көлемде турадым да. Дәл осы жерде тұрған заттар, яғни бауыр, чеснок, сәбіз, картошка және де пияздың барлығын ет тартқыштан өткізіп жібересіздер. Қыздар, бұл жерде маңызды чеснок пен пияз көп болған сайын сіздің бауыр котлеттеріңіз өте дәмді болады. Жемейді деп уайымдамайсыз, себебі арасында ет тартқыштан өткізгеннен кейін білінбей кетеді. Дәл осылай барлығын мен блендер болғаннан кейін аз-аздан салып, блендермен жақсылап араластырдым. Майда өте ұсақ болғаннан кейін осылай бір ыдысқа құйып аламын. Кейін екінші партияны жасаған кезінде, мысалы сіздер соңына келген кезде сүтті нанды да салып, тағы да бұны ет тартқыштан немесе блендерден өткізіп жібересіздер. Кейін барлығын бір жақсылап блендерден өткізгеннен кейін бөлек бір ыдысқа тағы да құясыз. Барлық массаны жақсылап венчикпен немесе осындай лопатаның көйлегімен жақсылап араластырып шығасыздар да үстіне көз мөлшерімен қара бұрышты және де тұзды саласыздар. Мысалы менде бір килодан аса бауыр болғаннан 2 кіші қасық көлемінде тұз қостым. Кейін жұмыртқа, үлкен бір жұмыртқаны саласыздар. Кейін үстін жақсылап венчикпен жұмыртқа, тұз, бұрыштар жақсы араласқанға дейін жақсылап бір араластырып жібересіздер де үстіне ұнды себесіздер. Ұн менде бір 2-3 ас қасық көлемінде кетті. Осы видео ұнап жатқан болса, міндетті түрде осы видеоға лайк қойып кетіңіздер және де каналға тіркеліңіздер, себебі сіздерге дәл осы жерге келгендеріңізге қарағанда видео қатты ұнаған болар. Міне, дәл осындай тесто дайын. Осыны қызып тұрған табада салып пісіріп аласыздар. Қызып тұрған табада котлеттерді саласыздар. Котлетті салып болғаннан кейін астын жай отқа немесе орташа отқа салып, ары пісіре беретін боласыздар. Егер тестоларыңыз қоюланып кететін болса, кішкене сүт қосып жіберуге болады. Қою тесто жасамаңыздар, себебі котлеттеріңіз сухой, әдемді болмай қалады. Міне, котлеттер дайын. Нағыз витаминді котлеттер. Міндетті түрде дайындап, міндетті түрде төменге комментарийге кез келген смайлик қалдырып кетулеріңізді сұраймын, және де каналға тіркеліп қойыңыздар. Керемет жаңа мастер-класстар, рецепттер шығатын болады, соларды жібермейтін боласыздар. Рахмет.